Достар сәлем, бүгін сіздерге Pinduodu'да продавецпен қалай сөйлесу керек екенін көрсетемін. Ең алдымен Pinduodu сайтына кіреміз. Мысал ретінде өзімнің бір продавецпен бір товар алғандағы сөйлескенімді көрсетейін. Сіздің қандай продавецпен сөйлескендеріңіздің барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Осы жерді басып кіреміз, және мен осы товарды, яғни етікті алар алдында осы продавецпен жазып сөйлескен болатынмын. Яғни Астананың 33-35 градус суыққа тура келеді ма деп. Кез келген товарды алар алдында осылай продавецпен жазып арқылы сөйлесіп алсаңыз болады. Басында суретте көрсетілгенде оның қонышы болған болатын. Мен бұл продавецтен қалың ба деп сұраған кезде оның қыстық және күздік түрі бар екен. Және мен оған қыстық түрін салып жіберуін сұрадым. Сіздерге түсінікті болу үшін мен тағы да бір товарды таңдап продавецпен қалай сөйлесу керек екенін көрсетейін. Мысалы, осы товарды таңдаймыз. Балаларға арналған двойка өте әдемі екен, осыны таңдаймыз, және осы сообщениенің белгісі бар сөйлесу батырмасын басамыз. Осы жерге дәл осы сіздің таңдап тұрған товарыңызды, ол жерде магазинде көптеген товар болғандықтан дәл сол товарды ең алдымен скриншоттап аламыз. Неке товардың бастапқы бетіне өтіп, скриндап алдық. Жаңағы продавецке қайтадан кіріп, бірінші смайликтің белгісі, екінші плюс батырмасы тұр. Плюс батырмасын басып, о жерде галереяның суреті тұр. Соған басып, жаңағы скриндаған суретімізді таңдап, сол продавецке өзінің товарын жібереміз. Бірінші тұрған ақ батырманы, сонан соң қасында қызыл батырманы басамыз, суретіміз продавецке кетеді. Сіздің жіберген фотоңыз загрузка болып тұр, ол жүктелем дегенше сіз продавецке қоятын сұрағыңызды переводчикпен аударып алсаңыз болады. Переводчикке сізді мазалаған, сұрағыңыз келген, кез келген сұрақты осы жерге бірінші өзіңіздің тіліңізде жазып, сонан соң қытайша аударып, оны копировать етіп, осы продавецке маған скидка жасап бере аласыз ба деген сияқты жазып кірейін. Сіздің сұрағымды жазып, аударып алғаннан соң, астындағы копировать батырмасын басып, осы жерге әкеліп, басып тұрсам, ставить деп, осы жерге қойылады. Қызыл батырманы басып, сұрағымды жіберемін. Сіз продавецпен сөйлесу көп уақытты алмайды. Олардың бізге жазған сөзін осылай үстінен басып тұрамыз. Бірінші иероглиф ол копировать. Соны басамыз, бізде копировать етіледі. Солай переводчикқа келеміз. Осы жерге вставить деп қойып, қытайшаға аударып, және ол бізге қалған тілімізге аударып береді. Осылай сөйлесе береміз. Әдетте олар 1-2 минут ішінде өте тез жауап береді. Бұл магазиннен әлі маған жауап келген жоқ. Осылай барлық магазиндермен өзіңізді мазалаған сұрағыңызды қойып жауап алсаңыз болады. Негізі кез келген товар алған кезде осылай продавецпен сөйлесіп алуға кеңес беремін. Өйткені кез келген товарды, мысалы, аяқ киім алатын болсаңыз, размерна размер жүреді ма? Осы киімді алатын болсаңыз, түсі товарға сай келеді ма? Складқа неше күнде жеткізесіз, сразу отправка жасайсыз ба деген сияқты сұрақтардың бәрін қойып, көп товар алатын болсаңыз, скидка жасап бересіз ба деп скидка сұрасаңыз да болады. Достар, ақпаратым пайдалы болса достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.